Саламатсыздар ма? Өтіп кеткен тақырыпта біз климат бойынша бедерді қарастырып кеттік. Қандай да климаттармен байланысты болады екен. Сонымен қатар біз нивальдық, аридтік, гумидтік климат не екенін қарастырып, қандай байланыстары бар екен бедермен ашып кеттік. Енді осы тақырыбымызда жалпы бедер туралы мәлімет, бедерінің даму жолдамасы және жасын қарастырып, бүгін бедердің негізгі түрлерін қарап кетейік, қандай болады екен. Бедердің жасын зерттеуде геоморфология қандай мақсат қоятынын. Геоморфологиялық зерттеудің негізгі мақсаты жер бедерінің морфография, морфометрия және генезисінің белгілеуімен қатар оның жасын анықтау. Енді морфография, морфометрия деген не, генезис деген не, осының бәрін сіздерге өтіп кеткен тақырыптарда жақсылап ашып айтып бергенмін. Ал геологияда тау жыныстарының жасы жалпы геологиялық карталардың негізді мазмұны болып саналады. Тау жыныстарының геологиялық жасы стратиграфиялық және палеонтологиялық әдістермен анықталады. Соңғы кездері тау жыныстарының геологиялық жасы нақтылы абсолюттік геохронология тәсілдерімен де толықтырылуда. Геоморфологияда бедер пішіндерінің жасын белгілеу күрделі мәселе өткенде, геологиялық әдістер тек бедердің аккумуляциялық пішіндерінің жасын анықтауын мүмкін, ал денудацияланған бедер пішіндерінің жасын белгілеу қиынға түседі. Сондықтан геоморфологияда геология ғылымына ұқсас бедердің салыстырмалы және нақтылы жасы туралы ұғымдар қолданылады. Ол Леонтьев және Рычагов авторлары бойынша 1988 жылы берілген. Бедердің салыстырмалы жасы. Геоморфология ғылымында бедердің салыстырмалы жасы туралы бірнеше түсініктер бар. Кез келген аумақ бедерінің дамуы, Дэвистің айтуынша, бір кезеңнен екінші кезеңге өту процесі, яғни сатылы процесс болып табылады. Сондықтан бедердің салыстырмалы жасын белгілеу деген ұғымды сол бедер пішіндер дамуының кезеңін анықтау деп түсінуге болады. Мысал ретінде өзен аңғарларының дамуын қарастыруға болады. Алғашқы кезеңде өзеннің шамалы мөлшерлі, аздап қана ойдымдалған, тілімделген, яғни эрозиялық процесіне аса ұшырамаған аңғар болады. Кейіннен Арна өзенінің даму барысында астында жатқан түпкі тау жыныстарының тілімделуі нәтижесінде тереңдей түседі, бірақ оның бойлық бейнесі тегіс болмай, ойлы, қырлы жерлер көптеп кездеседі. Бұл өзен аңғарының жастық кезеңі деп аталады. Арнаның одан әрі тілімделуі өзеннің ұзын бойлық тепе-теңдік кескініне қалыптасуына әкеліп соғады. Алдында осы бедер жасы бойынша негізгі түрлерін қарастырып кеткенбіз. Сондықтан аңғардың
тереңделу процесі оның жағалауларын шаю арқылы кеңею процесіне ауысып, өзен жайылмалары мен террасалар қалыптаса бастайды. Нәтижесінде өзен аңғары өзінің қалыптасқан жетілу кезеңіне көшеді. Одан кейін өзеннің бұйрық эрозия әрекетінен жайылмалар кеңейе береді. Қалыптасқан кен жайылмалардың үстінде өзен иіріліп ағып, ағыны бірте-бірте баяулап, арнасы одан әрі иірімделе түседі. Ақырында өзеннің дамуының соңғы кезеңіне, яғни шөгу кезеңіне тап келеді. Сөйтіп, бедердің салыстырмалы жасын білу деген түсінік бұл оның өзіне тән морфологиялық және динамикалық белгілеріне қарай даму кезеңін анықтайды. Екіншіден, бедердің салыстырмалы жасына келсек, бұл түсінік жер бедері пішіндерінің өзара қарым-қатынасына зерттеуде қолданылады. Жалпы айтқанда, кез келген бедердің пішіні оның бетін күрделендіретін және кейінгі кезде қалыптасқан пішіндермен салыстырғанда көнелеу болып келеді. Мысалы, Каспий маңы ойпатында төрттік кезеңнің соңғы хвалындық кезінде қалыптасқан теңізді жазықтық кең ауқымды алып жатыр. Бұл жазықтың хвалын теңізі шегінгеннен кейін алдымен теп-тегіс болған беті кейін эрозиялық тілімделуге ұшырайды. Ал кейбір өлкелерінде эолдық процестердің әсерінен қайталап ұйтқылуынан түрлі құмды пішіндері қалыптасқан. Сөйтіп, бедердің осы эрозиялық және эолдық түрлері алғашқы хвалындық теңіз жазығымен салыстырғанда жас болады. Аккумуляциялық пішіндерді құрайтын шөгінділердің жасы кәдімгі құрайтын геологиялық тәсілдер арқылы анықталады. Мысалы, орта төрттік кезеңдегі шөгінділерден құралған өзен террасаның жасы орта төрттік кезеңіне жатады. Келесі жолы біз бедердің өнделген, яғни денудацияланған пішіндердің жасын анықтау қандай қиындыққа түседі екен, оны біз Марков төменгі әдістер бойынша айтып көрсетіп кетемін.